Мен Алмаханов Тоқтар. Қазіргі таңда ТД-23 Қазалы айналым депосында тепловоз машинисі болып қызмет атқарамын. Өзімнің жұмысымнан бөлек қазіргі таңда Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының Қазалы станциясындағы координаторы болып есептелемін. Жеңіс бағдарламасы дегеніміз соғыс кезінде ардагерлер және тылдағы еңбек еткен ардагерлерге құрмет көрсетіп, әртүрлі сыйлықтар үлестіріп жүрміз. Бұл бағдарламаны Қазалы станциясында қолға алған себебіміз тылда еңбек еткен ардагерлер 5-6 жастарынан бастап соғыс кезінде еңбек етіп отан үшін қызмет еткен екен. Сол бақытты балалық шақтарын біз үшін қиғаны үшін біз оларға мәңгілік құрмет көрсетуіміз керек. Енді жастарға айтар тілегім, алдағы мейрамдарыңыз құтты болсын. Барлық жас бірігіп, осындай жобаларда бірге бас қосып, Қазалы қаласын көркейтуге шақырамын.